Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан шығатын осындай ажурные блинчиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Егер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, құймақтарыңыз өте дәмді әрі жұп-жұқа болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстіне қалауыңызша тәттілігіне байланысты 4-5 ас қасық қант салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Кейіннен оған електен өткізілген 1 кесе ұнымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Бізде осындай өте қою масса пайда болады. Үстінен жылытылған 1 кесе сүтімізді құямыз және жақсылап араластырамыз. Сұйық қамырыңызда түйіршік болмас үшін сүт пен ұнды кезектестіріп құя отырып, жақсылап араластыруымыз қажет. Енді дәл осылай 2 кесе ұнымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде дәл біріншідегідей қою масса шығады. Және оның үстіне 2 кесе жылы сүтімізді құямыз. Және тағы да жақсылап түйіршік қалмайынша араластырып аламыз. Енді шай қасықтың ұшымен кішкене ас содасын салып араластырамыз. Енді дайын қою массамызға 1 кесе қайнаған ыстық суымызды құйып, тез-тез араластырып аламыз. Араластырып болған соң 2 кесе қайнаған ыстық суымызды құйып, тағы да тез-тез араластырамыз. Осы кезде өте тез араластыруымыз қажет, себебі ыстық суға жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Және 3-4 ас қасық сұйық май құйып, тағы бір араластырып аламыз. Мінекей, біздің құймақтарға арналған сұйық қамырымыз дайын болды. Енді табамызды қатты отқа қойып, қыздырып алып, сәл сұйық маймен майлап шығамыз да, құймақтарымызды құйып бастаймыз. Құймақтарды тез пісіру үшін мен 2 табада құйдым. Сіздер өз қалауларыңызша 2 немесе 3 табаға құйып, уақытыңызды үнемдей аласыздар. Мен құймақтарды алуға оңай болу үшін ағаш шпажканың көмегімен шет-шетінен көтеріп, қолмен аудара беремін. Ал сіздер арнайы лопатканың көмегімен аударсаңыздар да болады. Және әр құймақты құяр алдында сұйық қамырыңызды ожаудың көмегімен міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Құймақтың құрамын мен видео астына описанияға қалдырдым. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Сіздердің де құймақтарыңыз дәл осындай жұқа әрі дәмді болатынына кепілдік беремін. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Және менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және астында тұрған колокольчик белгісін бассаңыздар, менің жаңа шыққан видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен түрлі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.